وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллахтың қалауымен бүгін ақида дәрісімізді жалғастырамыз. Тақырып кітабымыз Әл-Бидая фи усулид-дин деген Нуруддин ас-Сабуни рахимахуллахтың жалпы кәлам бағытында жазылған кітап еді. Біз өткен дәрісімізде Аллах тағаланың сөйлеуші кәлам деген сипаты туралы сөз қозғадық. Аллахтың сол сипаттарының ешқандай кемшіліксіз екендігін айту болды ғой бізге мәселе. Сол Аллахтың сөйлеуі және Муса алейхиссаламның Аллах тағаланың кәламын естімеу мәселелері айтылған болатын. Бүгін Әл-Қаулу фи тәкуин вәл мукауан дейді. Тәкуин бүгінгі мәселе Аллах тағаланың фиали сипаттар жайында болады. Әлбетте Аллахтың сипаты жайында, бірақ оның ішінде фиали. Бұл қайдан шыққан нәрсе? Бұл не мәселе? Бұл тақырып не үшін бар? Бұл тақырып Әхлі сунна уәл жамаа, жалпы дұрыс жолдағы Әхлі суннат. Біз айтамыз ғой, сенімде, ақидада мектептер бар. Екі мектеп бар. Матуридия, сосын Ашария деп. Бұл мәселеде басқа топтарды айтудың қажет жоқ. Бұны мен қатты сіздерге қиындатпай бір жеңіл түрде айтып өтейін. Матуридия мен Ашариялардың арасында бір сөздік мәселеде айырмашылықтар бар. Сөздік мәселеде. Бұл туралы арнайы кітаптар бар. 15 немесе 16 мәселеде сөздік тұрғыдан Матуридия мен Ашарияның арасында айырмашылықтардың бар екендігі айтылады. Солардың бірі осы. Яғни Аллах тағаланың фиали сипаттары. Фиали сипаттары. Жаратылу, ол жаратылған немесе жаратылмаған деген мәселе аясында. Бұны енді естіп жатарсыздар, сол үшін бұны дәріс ретінде біз айтуымыз керек. Сіздер бұны дұрыс түсінбей қалмауларыңыз үшін. Біздің матуридилер айтады. Аллах тағаланың сипаттарының барлығы олар жаратылмаған, кейіннен пайда болмаған. Өйткені Аллах тағаланың өзі жаратылмаған. Аллахты ешкім жаратпаған, ол Аллах барлық нәрсені жаратқан. Аллаға тән сипаттың барлығы да дәл сондай. Ол мейлі зати сипат болсын, ол мейлі фиали сипат болсын деп айтады. Бұл сипаттардың бар екендігін қайдан шығарып жатырмыз? Бұны имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің еңбектерінде, мысалы Фиқхул Акбарда болсын, Аллах тағаланың сипаттарын бөліп қарастырады. Деп Аллах тағалаға сондай бір зати сипаттардың бар екендігін айтады. Яғни ол не деген сөз? Зати сипат деген Аллахтың затын таныстыратын сипаттар. Яғни Аллах тағала ол қандай деген кезде, ол Алла тағала тірі. Ол Аллах білуші. Ол Аллах көруші, естуші, сөйлеуші деген сияқты Алла тағаланы бізге таныстырады. Яғни бұл бір сурет қалыптастырмайды. Аллахтың осындай бір затын түсіндіреді. Ал уәммәл фиалияту деп Аллах тағаланың ісіне байланысты сипаттарды түсіндіреді. Фәттахлиқу уәттарзиқу уәл иншау уәл ибдау деп осындай бізге Аллах тағаланың ісіне байланысты сипаттар. Яғни ол не деген сөз? Аллах тағаланың ісі деген не ол? Аллах тағаланың жаратуы, Аллах тағаланың ризық беруі, Алла тағаланың жоқ нәрсені бар қылуы, Алла тағаланың тірілтуі, өлтіруі деген сияқты нәрселер. Бұның барлығын, бұл зати және фиали сипат деп бұны біз бөліп жатқан жоқпыз. Бұны имам Абу Ханифа рахимахуллах осылай өзінің еңбегінде бөліп қарастырды, сәләф салихтар. Сол үшін біз соған ере отырып осындай Аллах тағаланы тану барысында сипаттарды бөліп қарастырамыз. Сонда біздің матуридилер айтады, сол бөлінген сипаттың барлығы, ол мейлі қандай болсын, оның барлығы
кемел жаратылмаған, кейіннен пайда болмаған дейді. Ал әшариялар айтады, олар былай дейді. Аллах тағаланың фиали сипаттары, яғни жаңағы айтып өткен Аллахтың ісіне байланысты айтылатын сипаттар, олар кейіннен пайда болған дейді. Олар әуелде Аллахта болмаған, олар кейіннен жаратылған дейді. Яғни Аллахқа ол нәрсе кейіннен берілген дейді. Яғни ол түсінікпен мынандай бір мағына шығады. Аллах тағала ешбір затты жаратпай тұрып, ол Аллахта жаратушы деген сипат жоқ еді деген сияқты да. Ал біз тахауидан оқитынымыз, білетініміз, жалпы не айтатын едік? Аллах тағала ешбір нәрсені жаратпай тұрып та, ол Аллах тағала жаратушы деген сипаты бар еді деп айттық. Неге? Өйткені Алла тағалаға біз әуелде болмаған нәрсені кейіннен пайда қылып беруіміз, ол Алла тағалаға берілген кемшілік дедік. Өйткені ол Құдай деген сипатты мойнына ала алмаған болады. Құдай дегенге лайықты болмай қалады. Неге? Ода өзгеріс пайда болса. Түсінікті ме? Яғни біздің Құдай деп сеніп отырған затымызда ол өзіне бір өзгеріс пайда қылса, ода бір өзгерістер болса, уақыт өте келе, онда ол өзгеріске ұшырау арқылы ол әлсіз болып қалады. Ал біздің құдіретті Құдай деп сенуіміз үшін ол ешқашан өзгерісті қабыл етпеу керек. Түсінікті ме? Ол ешқашан өзгерісті қабыл етпеу керек. Ол барлық нәрсе ода бар, кемел болды. Осы нәрсеге иман етілу керек. Біз Раббымызды осылай танимыз. Яғни жаңағы имам Тахауи рахималлахтың айтқандай, ол Аллах тағала ол жаратпай тұрып жаратушы еді, ол жаратқаннан кейін жаратушы деген атақты сипатты алған жоқ деп та біз сенімді осылай қалыптастырдық. Енді жаңағыдай мысалға әшарилердің мынандай бір ережесі бар. Айтады олар, Аллах тағаланың зати сипаттары мен фиали сипаттарын қалай ажырата аламыз десе, қалай ажыратамыз десе, олар ереже қояды. Егер Аллах тағаланың бір сипатын алайық дейді, сол сипатының керісінше мағынасын Аллахқа айтқан кезде ол Аллаға нұқсандық келтіріп, Аллаға айтуға лайықсыз болса, онда ол сипат зати сипат деп айтамыз. Ал егер бір сипаттың керісінше мағынасын алып, оны Аллахқа айтқан кезімізде ол Аллаға ешқандай кемшілік, нұқсандық бермейтін болса, онда ол фиали сипат дейді. Олардың ережесі сондай. Ол мысалы қандай? Аллах тағала айлім деген сипаты бар, білуші деген. Аллахтың білуші деген сипаты бар. Демек, олар айтады, білуші дегеннің керісінше мағынасы не? Білмейді деген мағына шығады, білмейді деген. Ал енді Аллахтың білуші деген сипаты, оның керісінше білмейді деген Аллахқа берсек бола ма? Болмайды. Ол білімсіз деген нәрсені шығарады. Демек, бұл айлім деген сипаты Аллахтың зати сипаты деп олар айтады, әшарилер. Ал мысалға айтайық, жаңағы айтқандай тахлиқ немесе тарзиқ айтайық, ризық беруші. Ризық беруші. Ризықты Аллах бермеуі де мүмкін ба? Мүмкін ғой, беруі де мүмкін, бермеуі де мүмкін. Немесе Аллах тағала не? Тірілтуші. Тірілтуші. Яғни өмір беруші да. Аллах тағала оны өлтіруі де мүмкін ба? Жанын алуы да мүмкін ба? Осындай екі жағы да, екі мағына, қарама-қайшы мағынасы да Аллахқа беруге мүмкін болған сипаттарды олар айтады, фиали сипат деп атаймыз дейді ол кісілер. Біздер, матуридилер айтады, бізге ондай ереже қойып арасын бөлудің қажет жоқ дейді. Өйткені біздер сипаттың барлығын ол ежелден бар, жаратылмаған, ол Аллах тағалаға ешқандай өзгеріс енгізілмеген деп түсінеміз дейміз. Оттан біздер бұндай ережені қоймайды екенбіз. Сол үшін айтып жатыр. Қала асхабуна радиаллаху анхум. Біздің матуридилер айтады. Инна жамиа сифати қадиматун, қаиматун бизатиллахи та'ала. Аллах тағаланың сипаттарының барлығы, олар ежелден, әуелден Аллах тағаламен өздігімен бар дейді. Өздігімен бар. Олар ешқашан жаратылмаған ол сипаттар. Яғни бұл тақырыпты сіз жаратылмаған деген сөздерді айтып жатқанда бұны түсіну үшін ол бірінші дәрістердегі мәселені кішкене қозғап өтсеңіздер, сонда бұл сабақты жеңіл түсінесіз да. Ал тек осы жерге келіп мәселеге кіріп отырсаңыз, онда әлбетте мына сөздердің төркінін түсіну қиындау болады да. Сондықтан Аллахты тану оңай ма? Қарау керек жан жаққа, ойлану керек, басты қозғау керек. Біз айтамыз,
біздің дәлелдер. Мен ана басқа топтардағы нені айтып сіздердің миларыңызды су қылып ашытпай қояйын. Біздің жаңағы Аллах тағала жаратпай тұрып ол жаратушы еді деген мәселелерді біз қайтан шығарып жатырмыз. Енді оған біз өзіміздің ұстанымымызға аяттар оқып өтейік. Сол пікірлердің ішіндегі сахих дұрыс болғаны біздің айтқанымыз. Біздің дәлеліміз не? Аллах тағаланың мына бір аяты. Бұл Хашр сүресінің 24-ші аятында. Аллах тағала айтты: Хуаллаху әл-халиқу деді. Хуаллаху әл-халиқу. Өздеріңіздің оқып жүрген Хашр сүресінің аяттарында бар ғой. Хуаллаху әл-халиқу әл-бариу әл-мусаввиру деп айтатында. Хуаллаху әл-халиқу дейді. Ол Аллах тағала не дейді? Хуа. Ол Аллах әл-халиқ, не? Жаратушы дейді. Жаратушы. Енді осында шығып жатыр да айтады. Аллах тағала осы жерде өзін Аллах ежелден жаратушы екендігін сипаттап жатыр дейді. Түсінікті ме? Ежелден Аллах тағала, басқа аяттарда ол Аллах тағала естуші, ол құдіреті күшті, ол аса ұлы деп өзін сипаттайтын еді Аллах тағала. Ол сипаттың бар кейіннен пайда болмауға Аллах өзінде сондай сипаттар. Яғни біз Раббымызды солай тануымыз керек болғандығы үшін Аллах бізге Құранда өзін солай сипаттады. Тура сол сипаттардың бірі секілді Аллах енді Хуаллахул халиқу. Ол Аллах тағала жаратушы деп Аллах өзін сипаттады. Демек біз бұл Аллахтың жаратушы екендігін, дәл басқа да Аллахтың білуші екендігі турасында, құдіретті екендігі, тірі екендігін қалай қабылдасақ, әуелден жаратылмаған деп, бұны да біз солай қабылдауымыз керек дейді. Егер біздер Аллахтың жаратушы деген сипатын, бұны әуелде болмаған, кейіннен жаратқаннан кейін жаратушы болған дейін десек, онда екі түрлі нұсқа шығады. Екі түрлі нұсқа. Біріншісі, Аллахтың мына айтқан сөзі жалған болады. Хуаллахул халиқу деген, ол Аллах жаратушы деген сөзі жалған болады. Түсінікті ме? Ал бұдан екінші варианты қандай? Ол Аллах тағалаға кейіннен пайда болған нәрсені Аллахқа тағып қойған боламыз. Екеуі де қауіпті нәрсе, екі жақты қауіпті. Екеуі де жалпы сенім, мына адасқан топтардың жалпы ортақ сенімімізде бұл екеуі де дұрыс емес нәрсе. Алла тағала жалған айта ма? Аллах өтірік айта ма? Тек Аллах тағала хақты айтады деп Алла тағала өзінің Құранда солай сипаттайды ғой. Аллах айтқан нәрсесін ешқашан қайтпайды. Аллах ешқашан жалған сөзді айтпайды. Сондықтан біздер осылай түсініп жатырмыз. Яғни, мысалға, Аллах өзін халиқ деп айтты. Сосын мына жақта фиали сипаттардың ішінде тахлиқ деген нәрсе. Халиқ деген сөздің мағынасын алып қарайық. Арабша сөзде халиқ дегеніміз бұл бір істі істеушіге айтылады. Яғни не? Ол Аллах жаратушы деп тұр. Түсінікті ме? Жаратушы. Ал осыдан түбір сөз шығады. Осыдан түбір сөз. Ол қандай түбір сөз? Түбір сөзде негізі бұлай сөздер түрлейді ғой жан-жаққа. Бір сөздің бір түбірі болады. Сол түбір сөзден сөздер түрленіп көбеймей ма, я? Солай ма? Дұрыс айтып жатырмын ба? Қазақ тілінде мысалға жүру деген сөз бар. Бұны не деп атайды? Түбір сөз деп атайды. Жүру. Жаңағы соңы у-мен бітеді, немесе мақ-мекпен деп түркілерді айтады ғой жаңағы. Сол сияқты да. Ал қазір біздің тілімізде соңы у-мен бітеді деп айтады. Немесе бір не дейміз жаңағы. Осымен қала қойын арғай ұятты оқпаларда мұғалімдерден. Жүру мысалға да бұл бір түбір сөз. Бұдан қаншама сөздер шығады. Ол қандай? Жүруші. Немесе жүрілген. Олар жүріп келе жатыр. Немесе жүрді. Сен жүрді. Көп сөздер шығып жатыр. Көрдіңіз бе? Сол сияқты тахлиқ деген түбір сөз бар араб тілінде. Ол не? Жарату деген. Жарату деген. Ал сол сөзден не шығып жатыр? Бір істеуші деген әл-халиқ деген сөз түрленіп жатыр. Яғни не? Ол сол жарату ісінен, түбір сөзінен жаратушы деген тек бір есім сөз пайда болды да. Түсіндіре алдым ба? Сонда айтып жатыр. Біз айтып жатырмыз бұл жерде. Бұл бар болғаны сөздік тұрғыдан бір түбір сөзден, екінші бір есім сөздің түрленуі ғана дейміз. Бірақ бұл негізінде Аллахқа әуелде болған ол жаратылмаған сипат еді дейміз. Түсінікті ме? Яғни мысалға не? Жаңағы айтқанда, Аллах тағала ешбір нәрсені жаратпай тұрып ол халиқ еді. Өйткені Аллах өзін Құранда солай сипаттады. Ал
Ол жарату ісі қашан болды? Алла жаратқан кезде. Түсіндіңіз бе? Сол сияқты ғой мәселелер. Қараңыз, біздің ақидамызда мынандай мәселе бар. Бұл әхлі сүннаттың, сіздер мен біздердің ұстанымымыз сондай. Бірақ сіздер білмейтін шығарсыздар ұстанымымыз сондай екенін да. Аллах сондай құдіретті, ол сондай жаратушы, біздің әрбір ісімізді, ол іс былай тұрсын, сөзіңді, ауа жұтып қайта шығаруыңды, сол сәтінде оған жаратылыс береді. Түсіндір алдым ба? Бұны бірден түсінбейсіздер ол. Оған әжептәуір күн керек, ой керек. Осын бір ойланып жүріңізші. Аллах маған әрбір ісімді сол кезде жаратады деген сөз бұл. Не деген сөз бұл деп та. Бұның екінші жағы бар. Бұны қалай түсінесіз? Не дейді де, бір ғалымдардың арасында бір сөз бар еді. Бір зат өзінің қарама-қайшысымен түсініледі дейтін ба, сонда бір арабша күшті бір келтірімді сөздер бар еді, ұмытып қалдым ғой. Сол мысалға айтады. Аллах тағала менің жасайтын сабақ, бүгінгі осы сабақты осы жерде айтылатын іс-қимыл сөздің бәрі әуелден бір жаратылып, бір андай папкада бір жерде тұрған жоқ та ол. Мен келген кезде шық сол папкадан шыға қоятын да. Түсіндіңіз ба? Немесе менің жасайтын істерім ол мен жасап кеткеннен кейін жаратылады дегенде нәрсе емес та, бұл да мүмкін емес нәрселер. Түсінікті ма? Ана бір баяғыда бір черно-белый кездерде бір нелер болатын еді ғой, қимыл болатын да, дауысы қалып қояды или дауысы озып кетеді дейтін да, ондай емес. Түсінікті ме? Ондай емес. Аллах тағала әрбір істі өз болып жатқан уақытында жаратады. Түсінікті ме? Бұл сонда не? Аллахтың жаратушы құдіретті екендігін көрсетеді. Бұл мәселелер талқылау болған көп мәселелер. Адамдар шығуы мүмкін ғой. Мысалға әлеуметтік желіден біреу тыңдап алады, көрдің ба, сен осындай деп айтасың, сен Құдайың жаратушы, сен сонда біреу зина жасап жатса, оған зинаны жаратып беріп жатыр ма Құдай деген сияқты әңгімелерді айтады. Құдай қаласа, оның да тақырыбына келерміз. Бәрін бір жерде каша қылмай, менің тақырыбым қазір ол жаман нәрсені жарату мәселесі болып жатқан жоқ. Менің айтқым келіп жатқаны қазір не? Аллахтың фиали сипаттарының біздің мәтуридилер пікірі бойынша ол басқа сипаттар секілді жаратылмаған, ежелден бар болған сипаттар деп түсіндіргім келіп тұр ғой. Осының жолында сіздерге жағы ашария басқадан нәрселерді айтып жатқаным ғой негіз. Әрі қарай не айтқым келіп тұр енді сіздерге? Ештеме айтпаймын, бірақ көп мәселе бар, бірақ айтпай қойын. Келесі, әл-қаулу фи жауази ру'ятиллахи тағала. Аллах тағаланы көрудің рұқсат екендігі турасында. Аллахты көру. Аллахты көру. Бұндай нәрсені білесіздер ма? Бұл не тақырып екен? Естіп пе едіңіз өміріңізде Алланы көру, Алланың дидарын көру деген мәселелерді? Естімедіңіздер ма? Кім біледі? Не, осы тақырып туралы не айта аласыздар? Кән? Сіздерге бір 2 минут, 3 минут рұқсат берейін. Айтыңыздар. Ау? Несін, құрал бірден айтқың келді ме? Сонда дұғаларыңызды сұрамайсыздар ма сіздер не? Дұға жасамайсыздар ма сонда? Аллахым маған өзің дидарыңды көруді нәсіп ет деп дұға қылмайсыздар ма? Қыласыздар ма дұғаны? Не үшін сол дұғаны жасап жүрсіздер онда? Неге қаяқтан шығардыңдар? Бәлкім адасқан дұға шығар ол. Ау? Жәннаттықтар көреді дей ма? Сондай степендегілер көреді дейді. Ал жарайды, бір кет. Сосын басқа? Мен Аллаға күндегі қанда айтамды, Алла тағала көмектес, таңертең тақырыпта көрсетіп тұр, өзіңнен бесеу, көжелеп қоям, О басқа тема ғой. Біз ол Аллах тағаланың құдіреті, Аллахтың дұғаны қабыл ету, ол күмәнсіз, ол оған иман еткенбіз. Аллах сұрасаң, сұрағаныңды береді. Сұрағаныңды береді. Жаңағы Аллахты көру, Аллахың дидарыңды көруді нәсіп ет деп дұға жасап жатқандар естіп едіңіздер? Осы туралы біз теманы қозғайын деп жатырмыз. Шыңы болған соң көрейік онда. Захаба ахлул хақ дейді. Ахлул хақ. Захаба ахлул хақ. Хақты ұстанған, дұрыс жолы ұстанғандар мынадай пікірді ұстанды дейді. Мынадай пікірде болды. Неге? Иля анна ру'яталлахи та'ала бил абсари джаизатун aqlan ва ваджибатун
сам'ан лил муъминина фи дарил ахирah дейді. Айтады. Дұрыс жолдағы, ұстанымдағы әхлі сүннаттар айтады былай деп. Алла тағаланы мұсылмандар, момын мұсылмандар, қияметте момын мұсылмандар Аллах тағаланы өздерінің көздерімен көрулері рұқсат дейді. Бар дейді ондай нәрсе, түсінікті ме? Және сол туралы келген риуаяттарға, хабарларға мұсылманның иман етіп сенуі міндетті дейді. Түсінікті ме? Иман етіп сенуі міндетті. Екі түрлі нәрсе. Яғни Аллахты көру мәселесінде біздер мұсылмандарға екі түрлі тапсырма түседі. Біріншісі, сол туралы келген хабарға иман етіп қабылдауың. Екіншісі, сондай бір мәртебеге жеткендердің не істеуі? Өзінің көздерімен Аллахтың дидарын көрулері дейді. Бұған қарсы шыққандар болды. Әлбетте қарсы шыққан. Оның басында Муътазила деген топтар болды. Олар неге? Олар неге қарсы шықты? Әйтпесе ол аят бар бұл жақта да. Аят бар. Хадис бар. Біздің ғалымдардың көрген аят хадисін олар да көрді. Бірақ неге жоққа шығарды дейсіз ғой? Олар Аллахты пәктейміз деп отырып жоққа шығарып жүрді. Алла тағаланы кемшілік атаулыдан пәктейміз деп отырып өйстіп те адасып кетуге болады да. Түсінікті ме? Сондықтан Аллах тағаланы дұрыс мақтап, мадақтап, кемшілік атаулыдан пәктеу тек қана қалай жүзеге асады? Ол дұрыс жолдың ізінен ерумен жүзеге асады. Сол үшін біз ақидада мектепке жабысып отыратынымыз сол. Ақида Матурidi Ашария деп отыратынымыз содан. Жетіскеннен, еріккеннен емес ол. Адасып кетпейік, Құдайды пәктейміз деп отырып, айтылған риуаятты жоққа шығарып алмайық деп ереді екенбіз. Біздің уахуджату әхлил хақ. Сол әхлі сүннаттың, яғни Аллах тағаланы жаңағы көру мәселесінде ұстанымдағылардың дәлелі қандай? Суал Муса алейхиссалам ар-ру'ята мин Аллахи та'ала. Муса алейхиссаламның Аллахтан өзінің дидарын көрсетуді сұрауы дейді. Білесіздер ме, Құранда аят бар екен? Муса алейхиссалам не деді Аллах тағалаға? Рабби, арини анзур илайк деді. Рабби, Раббым дейді. Арини, маған өзіңді көрсет. Анзур илайк, мен саған қарайын дейді. Түсінікті ме? Бұл сөзбе-сөз аударылады, негіз бұл аят аударылмайды, соңынан аударылады. Раббым, мен саған қарауым үшін өзіңді көрсет деп аударылады да негіз бұл сөйлем. Өйткені шарты бар, нәрсе жауабы бар. Раббым, саған қарауым үшін өзіңді көрсет деп Муса алейхиссалам Аллах тағалаға не істеді? Дұға жасады, сұрады. Енді адам айтса, Алла тағала, адам Аллахты көре алмайды, болмайды десе, Муса алейхиссаламның сұрағы не болды сонда? Онда бір ықтимал шығады. Муса алейхиссалам Алла тағаланы саған қарағанда дұрыс танымағандығынан сұрақ қойды деген ықтимал шығады. Солай ма? Пайғамбар. Қарапайым адамнан қарағанда Раббысын тануы төмен бола ма? Ол пайғамбар Раббысын сенен жақсы танығандығы үшін ол пайғамбар емес пе ол? Сол үшін ел жұртқа Аллахты жеткізіп жүрген жоқ па? Таухид таратып жүрген жоқ па сол үшін? Ал енді Муса алейхиссалам осы жерде егер адам айтса, адам Аллахты көре алмайды десе, онда не болар еді? Муса алейхиссаламның сұрағы қате болар еді. Онда бұл кісі қате сұрақ қойған болар еді. Біз айттық, біздің әхлі сүннат айтып жатыр. Міне, Муса алейхиссаламның Аллахтан Рабби арини анзур илайк деп сұрауы, демек бұл не деген сөз? Бұл мүмкін деген нәрсе дейді. Түсінікті ме? Бұл мүмкін деген нәрсе. Бірақ Муса алейхиссалам осы сұрағына толықтай жауап алып, Раббысын көре алды ма? Көре алды ма? Не істеді? Осындай жағдайларда сіздер бірден анау болды, мынау болды демей, білмеймін деп айтуыңыз керек.
Білмеймін, өйткені бұл сіздердің уровендегі нәрсе емес бұл. Бұл өте қауіпті, қазақша мағынасы берілмейтін сөздер. Түсінікті ме? Сәләф салихтардың бізге көрсеткен секілді, қандай бар, мен солай иман еттім де өттім деп өтуі керек болған нәрселер. Мына нәрселер бар ғой, негізі қараңыз, мына кітап, кәдімгі кәләм да, мынау ше бір күшті деп астыға атырып отыратын сабақтарда мынау. Бізге рахат, арабшаң жоқ, оқып жатқан бірдеме жоқ, отырып алып, сұрасам жауап бере бересіздер сіздер, сұрады екен жауап бере береді деп ойламаңыздар, шайлап, ана жаққа қараңыздар, бет, не айтылып жатыр мына жерде, тема бет. Өйтіп қараңыз, білмеймін деп көрсіз. Өйтіп ойыңа келіп тұр ма? Ол өз ойың ба? Өз ойың айтпайтын жер ма? Айтпа. Біздің ойымыз дымды да шешпейді. Біз кім едік сонша дінге өз ойымызды барып айтатын? Дін бізге айту керек та. Сол үшін жаңа айтып жатып қойын. Құранда сол айтты, Рабби арини анзур илейк. Раббым маған өзіңді көрсет, қарайын деді. Сөйтіп толыққанды жауап қалай болды Алла тағаладан? Қазір айтады ғой, Алла тағала лән тарани дейді. Лән тарани. Сен мені еш қашан көре алмайсың дейді. Еш қашан көре алмайсың. Лән деген тарани, еш қашан көре алмайсың. Лән деген келер шақтағы болымсыздықты күшейтілмелі түрде жоққа шығарады да. Келер шақта болымсыз мағына, бірақ күшейтпелі түрде. Сен мені еш қашан көре алмайсың. Деді ғой. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي деді. Оның алдында ше, Аллах тағала айтты ғой. Ана тау болды, сонымен тауға Аллах тағала өзін көрсететіндігін айтты. Сөйтіп айтты, егер сол тау орнында шыдаса, сен мені не істейсің деді, фәсәуфә тарани, көресің деді. Түсінікті ме? Сөйтіп аятта фәләммә тәжәллә деген сөзді қолданады. Тәжәллә деген мағынасы етіп көп ана жерде көлеңке түсіру деген мағына шығады. Оларды біз қазір қазақшалай солай жіберетін болсаң, Аллахтан көлеңке түсіріп қоясың да. Түсінікті ме? Сол үшін бұған барлық тәпсіршілер бір ауыздан келісіп тұрып айтады. Сол тәжәллә деген сөзге тәпсір жасаған кезде барлық тәпсіршілер осы аяттың тәпсірінде бір ауыздан келісіп айтады. Тәжәллә деген сөз ол бір перденің артынан шығып өзінің көлеңкесін түсіру деген мағына емес дейді. Түсіндіңіз бе? Ол Аллах тағаланың сол тауда өзін көрсетуі дейді. Түсіндір алдым? Болды. Тек осыны қабылдаңыз, әрі қарай ол қалай сонда өзін көрсету деген андай, оны тәпсірде айтпаған, мен де айтып бере алмайым сіздерге. Осылайды ол. Аллах тауда өзін көрсетті. Тау не болды? Жоқ болды, бітті. Жоқ болды. Сол үшін Аллах тағала айтып отыр ғой, егер ол шыдаса, сен мені көресің. Сосын жаңағыдай оқиғалар болды. Сосын Алла тағала айтты ғой, лән тарани, сен мені ешқашанда көре алмайсың деді. Енді адамдар айтады, ана көрмейсің деген сөзді олар бізге именно осы сөзді алып келеді де, айтты ғой жоқ қой Алла. Ешқашан көре алмайсың деп Алла тағала Мұса пайғамбарға айтты ғой дейді. Міне біз осыны ұстана отырып, адам ешқашан Аллахты көре алмайды деген сөз шығарамыз. Біз айтамыз, асықпай тұра тұрыңдар. Алла тағаланың Құранда тура осындай сөзбен қолданған басқа аяттары бар. Ол қалай? Аллах тағала Мариямға бұлай деді. Фәлән укаллимал яума инсия деді. Фәлән де осы жерде лән деген сөзді қолданды. Алла тағала айтты, лән укаллимал яума инсия. Бүгін ешбір адам баласымен сөйлеспе деді. Түсінікті ме? Ешбір адам баласымен сөйлеспе деп Алла тағала лән деген сөзді қолданды, бірақ бұл не? Тек қана бір күнге ғана қатысты болды. Демек, бүгін сөйлеспегенімен ертең сөйлеседі деген сөз. Түсіндіңіз бе? Лән сөзі ол келер шақ, бірақ қандай келер шақ? Бір күннің келер шақ. Ары қарай қайтадан рұқсат сөйлеседі деген сияқты ғой. Ол бір. Екінші, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ дейді.
Аллах тағала Бақара сүресінде былай деп айтып жатыр. Валан ятаманнаху абадан бима қаддамат айдихим. Ана күнәсі үшін тозаққа түскендер бар ғой. Күнәсі үшін тозаққа түскендер. Солар өздерінің сол дүниеде жасаған күнәлары үшін олар не істейді екен? Қайтадан Алла тағаладан фәлән ятаманнаху дейді. Еш қашан үміт етпейді дейді. Неге? Осы дүниеге қайтып келулер. Осы дүниеде жасаған күнәлары үшін олар еш қашан үміт етпейді деп Аллах кімді айтып жатыр? Күнәқарларды айтып жатыр. Өйткені олар күнәсі үшін тозаққа түсіп тұр ғой. Сол дүниеде күнә жасағандықтары үшін олар еш қашан үміт етпейді. Неге? Дүниеге қайтадан екінші рет қайтарылуларын. Деп Аллах бір айтады да, ал Зухруф сүресінде «Ванадау я малику лияқди алайна раббук» дейді. Олар не істейді? Олар сол күннің есебін көрген кезде, қиындықты көрген кезде, олар дұға қылады дейді. Ей патша, бізге жаңағы Раббыңа айт, періштеге айтып атқан болар, басқа бірдеме болар. Айт, бізді не істесін? Қайтадан дүниеге қайтарсын депті. Түсінікті болды ма? Сонда Аллах тағала олардың осы дүниедегі жасаған күнәлары үшін ешқашан қайтуды үміт етпейді деп, бірақ олардың есеп күнінде қайтадан дүниеге қайтуларын үміт етеді деп өздерінің аузынан шығып жатыр дейді. Осы жерде міне көрдік. Енді лән тарани, Аллахтың Мұса пайғамбарға сен мені ешқашан көре алмайсың деген сөзі. Демек, ол неге қатысты дейді? Осы дүниеде көре алмайсың деген сөз дейді. Түсінікті ме? Осы дүниеде. Ал ақырет дүниесінде көру не бар? Рұқсаты бар. Оған неге? Жайдан жай шығара салдық па? Ол туралы аят бар, ол туралы хадис бар. Аллахтың лән тарани, сен мен ешқашан көре алмайсың деген аятындағы лән деген келер шақтың болымсыздығын Аллах басқа аятпен, пайғамбар саллаллаху алейхи басқа хадиспен дәл жаңағы алдындағы оқиғалар секілді шектеу қойды. Оған дәлел ретінде мына аят келді. Аллах тағала айтты Қиямат сүресінде: "Уджуху яума изин назира иля раббиха назира" деді. Сол күні Раббыларына қараған, жарқыраған жүздер болады деді. Уджухун яума изин назира дегенде жарқыраған жүздерді айтып жатыр да. Иля раббиха назира дейді. Раббыларына назар салған, Раббыларына қараған жүздер болады деді. Осы жерде ғалымдар айтады, назиратун деген сөз бар араб тілінде. Осы назиратун деген сөз иля деген сөзбен келген кезде бұл адамның тікелей өзінің көзімен бір затты көру деген мағынаны шығарады. Одан басқа вариант жоқ. Бұл сөздің мағынасы солай дейді. Сондықтан да ана келген сөзді өзінің мына жақтағы жалғауымен қосқан кезде не шықты? Көзбен көру деп шықты дейді. Сол үшін имам Абу Ханифа рахимахуллах өзінің ақидасында бізге айтты: қияметте жәннат иелері Раббыларының дидарын өздерінің көздерімен көреді деді. Түсінікті ме? Өздерінің көзімен. Оған тағы бір дәлел, тағы бір хадис, ашық хадис мағынасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Иннакум", шындығында сіздер дейді, "сатарауна раббакум", Раббыларыңызды көресіздер дейді. Көресіздер. Не секілді? "Кама тараунал қамара лайлатал бадри" дейді. Ашық аспандағы толған айды көргеніңіз секілді Раббыларыңызды анық көресіздер. "Ла тудамуна фи ру'ятихи", сол айды көру барысында ешқандай бұлттан, тұманнан кедергі болмағаны секілді дейді. Ашық аспанда ешбір кедергісіз айды анық көргеніңіз секілді сіздер Раббыларыңызды көресіздер деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Бұл хадис бір емес, бірнеше сахабалардан жетті де, бұл хадистің қуаты мәшһүр хадистің дәрежесіне дейін барды дейді. Мәшһүр хадис.
Мәшһүр хадис дегеніміз бұл иман етуге, сенуге күші жететін хадистерден. Бұл бір әлсіздердің қатарында емес, керісінше мәшһүр хадисті жоққа шығару, оған қарсылық білдірту, ол соған қарсы тұрған, жоққа шығарған адамның өзіне сеніміне проблема түсіретін мәселе болады. Бұның қуаты соншалықты. Енді айтатын нәрсе, Раббымызды көретіндігіміз, жаңағы дидарыңды көруді нәсіп ет деген осылардан шығып жатыр дұғамыздағы. Түсінікті ме? Дұғамыздан осы шығып жатыр. Сөйтіп енді оны бірақ қалай, қашан болғаны айтылған жоқ, бір сен бұлай тұрасың, саған алдыңнан бүйтіп келеді дейтін ондай жоқ та, бір ара қашықтық сенің үстіңде тұра ма, ондай ешбір аят хадисте айтылмаған. Сол үшін біз ондай жағына кірмейміз. Бізде аят хадис нені көрсетті? Жәннатқа кіргендер Раббыларын өздерінің көзімен көретіндігі айтылды. Бірақ одан артық мәселе айтылған жоқ. Тек сізде осы жерге дейін келіп тоқтауыңыз керек. Ары қарай ешкім өз ақылын қоса алмайды. Түсіндіріп, ана жерде балконда бір адам тұрып, мен соған бүйтіп қарап тұрғаным секілді ме? Жоқ, ондай ештеме айтпаймыз. Бізге риуаяттар осы жерге дейін сеніңдер деді. Хадисте айтылмайтын бет. Иза дахала ахлул жаннатил жанната дейді. Хадисте келеді солай. Сухайбтан жететін хадисте. Жаннат иелері жаннатқа кірген кезде дейді. Фақала яқулуллаху табарака ва та'ала, Аллах тағала жаннат иелеріне айтады дейді. Туридуна шай'ан азидукум, сендерге бір нәрсе арттырғанымды қалайсыңдар ма деп. Сонда фаяқулун, жаннат иелері айтады екен. Әлем тубаййит вужухана, сен біздің жүзімізді нұрландырмадың ба? Әлем tudkhilnal жанната, сен бізді жаннатқа кіргізбедің бе? Ва тунаджина минан нар, сен бізді тозақтың отынан құтқармадың ба? Жаннатқа кіріп тұр ғой енді. Осының өзінен басқа не керек бізге? Деп айтады дейді ғой жаңағы жаннатқа кіргендер да. Сіздер мен біздер ғой иншалла. Сөйтіп айтады дейді. Фаякшифул хижаб, сол кезде Аллах тағала жаннат иелеріне арадағы пердені алып, Аллах оларға не істейді екен? Өзінің дидарын көрсетеді екен дейді. Сонда олар осыған дейінгі өздеріне берген Аллахтың барлық нығметін, жақсылығын бәрі түк болмай ұмытады да кетеді дейді. Түсінікті ме? Өйткені жаннатқа кіргендердің ең маңызды сыйы ол Аллахтың дидарын көру дейді. Одан асқан жаннатта сый жоқ екен дейді ғой. Аллах нәсіп етсін ба баршамызға? Алла нәсіп етсін. Сол топтан болуды, Аллах сол жаннатқа кіріп, Аллахтың дидарын көріп нәсіп етсін. Бұл бір ешқандай фантастикалық ертегілер емес, тек иман етеміз, сенеміз, болды дейміз. Қалған жағы Аллаға тапсырамыз да қоямыз. Аллах баршамызға тауфиқ хидаят берсін. Алла разы болсын. Осындай бір бұзылған заманда, осындай бүлік тараған уақытта мешітке келіп, дәріске келіп, Аллахтың разылығын алуға талпынып жүрген мұсылмандарға Аллах амандық берсін, күш қуат берсін Алла сіздерге. Алла разы болсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк, алхамдулиллахи раббил аламин. Амин.